Теңіз туралы аңыз. Бұл әлемде тап осындай қалыпта бізді ешкім қабылдай алмайды. Сенің сүйген жігітің де сені түсіне алмайды. Сол себепті сабаңа түскенің жөн болады. Ұсталып қалушы болма. Жоже, мұнда кірме. Сен мұнда не істеп жүрсің? Саған кіруге болмайды, сыртта тұр. Иә, жарайды, мен қарап тұрған жоқпын. Тоқта, сен мені кім деп ойлап тұрсың? Әрі қарап тұр дедім ғой саған. Қарама. Қарамаймын деп айттым ғой саған. Ей, мен саған үйді жуып тазалап қой дедім емес пе? Сен болсаң хаузде шомылып жүрсің. Қарама. Құдайма, есікті жабайын деп тұрым. Жоқ, есікке тиіспе. Жолама есікке. Құдайма, енді не істегенді қалайсың? Ештеңе де істеме. Бір нәрсе сұрасам бола ма? Жоқ, сұрама. Болды. Не болды? Не сұрайын деп едің? Айтпақшы, ер адамдардың арасында тұрып жатқаныңды білесің. Сенің суға түсіп жүргеніңе олай болмайды ғой. Тез қайтып келетініңді мен қайдан білдім? Жаңа ғана шығып кеттің емес пе? Неге қайтып келдің? Бұл менің үйім. Қашан қайтып келсем де, қашан кетсем де өзім білем. Бұл менің үйім. Мені кінәлап тұрғаның қалай? Мен кінәлімін бе әлде? Сен кінәлісің бе? Сен кінәлісің. Жоқ, мен емес, сен кінәлісің. Басқа біреу емес, менің келіп қалғаныма қуанбайсың ба? Әлгі жігіттер келіп қалғанда не боларын елестетіп көрші. Сол кезде не істеуші едің? Басқа біреу емес. Сен болсаң не бопты? Себеп мен. Тағы ұрсайын деп тұрсың ба? Одан да барып кейін. Сен кеткеннен кейін киінем. Кетейін бе? Жарайды. Сегізінші бөлім. Келдің бе? Осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Не? Ұялы телефон қайда? Жүріңдер, кеттік. Телефонсыз ба? Иә, жүріңдер. Тоқта. Сендерге бір хабарландыру айтуым керек. Бүгінгі күннен бастап үйге кірер алдында есіктің қоңырауын басып кіресіңдер. Неге олай істеуіміз керек? Мен де солай істеймін. Қысқасын айтқанда, үйге кіргенде есіктегі қоңырауды басып, содан кейін бірақ кіріңдер. Олай істеудің не қажеті бар? Үйдің қожайыны мен. Осылай істеу қажет деп айтып тұрмын. Тео, сен де ендігі үйге тыныш кіруші болма. Естіп тұрмысың? Естіп тұрмын. Ұмытып кетпе. Құдайым-ау, мен неге терлеп кеттім? Терлеп кеттім дейсің? Сен терлеген жоқсың ба? Дала қыс емес пе? Мен қатты терледім. Екі бетің неге қызарып тұр? Ұсталып қала жазадым дейсің бе? Абайлап жүр деп айттым емес пе? Ұсталып қалсаң жағдайың не болар еді? Оның орнында болсам, сұрақтар қойып сенің кім екеніңді біліп алушы едім. Онсыз да сұрақтар қоя бастады. Испанияда болғанда не болды? Менің есімде неге ештеңе қалмады?
Сен оған ештеңе айтпауың қажет. Ешқашан су періс екеніңді айтушы болма. Иә, ешқашан айтпаймын. Бұл әлемде өтірік айту деген бар. Біздің әлемде әрине өтірік деген ақылға қонымсыз. Бір нәрсе ойлап қалсаң болды, 10 шақырым аймақта жүргеннің барлығы не ойлағаныңды естіп қояды. Рас айтасың. Олар біздің не ойлағанымызды ести алмағандықтан бұл әлемде біз өзіміздің ойымызды жасыра аламыз. Адамдар көп өтірік айта ма? Ауыздарын ашса болды, өтірік айта бастайды. Әріп жаттадың ба? Жаттадың ба деймін? Иә. Ана жерде не жазылып тұр? Бастығымыздың есі ауысты ұял телефондар тегін таратуда. Қалай ойлайсың, расында да бастықтардың есі ауысқан ба? Олай емес пе? Әрине олай емес. Бұл жарнаманың мәні, сіз телефонға жұмсаған ақшаңызды біраздан кейін қайтарып аласыз. Рас айтасың ба? Сауда үйіне барған кезде үстіңе қандай киім кисең де қызметкерлер саған қатты жарасады деп айтады. Бұл киім сіз үшін арнайы тігілген сияқты. Киім жақсы жарасып тұрғандықтан шығар. Ей, бұның бәрі өтірік. Ол киім саған расында да жарасып тұра ма, жоқ па, оларға бәрібір. Олардың мақсаты саған затты сатып жіберу. Ең маңыздысы, бұл әлемде махаббат деген сөздің мәні мүлде басқаша. Сеніп қалушы болма. Қазір. Сүйікті клиентіңіз тыңдап тұрмын. Кешіріңіз. Егер саған біреу сені сүйемін деп, бірге болуды ұсынса, біттің деп ойлай бер. Неткен қиын ет. Олай болса, адамның саған өтірік айтып тұрған, не шындық айтып тұрған қалай түсінуге болады? Ол оңай емес. Өтірікті түсінудің бірнеше тәсілдерін үйреніп алдым. Адамдар өтірік айтқан кезде көзге қарамайды, тұтыға сөйлей бастайды, немесе құлақтарының ұшын ұстай бастайды. Кей кездері еріндерін қысып, қолдарын айқастырады. Түсіндің бе? Сен не айтып отырсың? Чемпионды ойлай берем деп саған кім айтты? Олай емес пе? Соңғы кездер уайымдап жүрдің ғой. Мүлде олай емес. Шынымды айтсам, сенің әйел жайлы уайымдап жүргеніңді бірінші рет көріп тұрмын, тіпті киген киімі жайлы ойлап жүрсің. Оны ғана ойламайым. Сендердің киген киімдеріңе де назар аударып жүрмін ғой. Теоның киімін үнемі мен тігендеп жүретінімді ұмыттың ба? Ей, мұндай суық күнде жеңіл киініп жүргеніңде саған жылы киім сатып алып берейін бе? Жоқ, мен олай ойламаймын. Қайдағын айтпа. Мен осы жерден түсіп қалам. Неге, бізбен бірге жүргің келмей ме? Галереяға бірге барамыз деп келісіп едік қой. Екеулерің ақ бара берсеңдерші. Менің бір жұмыстарым шықты. Қандай жұмыс? Шиямен кездесесің бе? Неге қоңырау шалмай келдің? Бірдеңе болып қалды ма? Соңғы жыл кездескенімізде яң-яң шығанағында батып кеткен кеменің заттарын таптық деп айтып едің ғой. Есіңде екен ғой. Менің айтқаныма мүлде құлақ салмайсың деп ойлап жүрсем. Сол кемеде бірнеше құжаттар табылды деп Намду айтқан еді. Сол заттарды зерттейміз деп біздің орталығымыз әбден әбігерге түсті. Кеменің иесі кім сонда? Ким Дамрен. Ол Канвандон аумағындағы Хепкогенің басшысы болған. Міне, кемеде табылған құжаттарға сенсек, бұл құмыра Чосон дәуірінен жатады. Бірақ мына жігіттің киіміне қарашы. Қазіргі заманның киіміне ұқсайды. Болашақта болатын оқиғаны бейнелеген сияқты. Оның үстіне су перісінің суретін салған. Сыры белгісіз сурет. Расында да. Бұның бәрі менің ойымша бір түрлі жағдай. Күнде қайталанатын түстерім жайлы айтпай-ақ қояйын. Құмырада салынған су перісінің суретін көрген кезде мүмкін бұның бәрі сіз үшін сандырақ тәрізді естілетін шығар, бірақ суреттегі жігіт мен екенімде күмәнім жоқ. Мен сол кезде не болғаны мүлде есімде жоқ. Мен өзім бірнеше рет адамдарды арбаумен есінен адастыру тәсілін қолданған болатынмын. Алайда менің жағдайым мүлде бөлек сияқты. Менің ойымша, менің кейбір естеліктерімді, мысалы Испанияда болған оқиғаларды есімнен біреу өшіріп тастағанға ұқсайды. Профессор, мұндай мүмкін бе өзі?
Мүмкін бе, жоқ па білмеймін. Мүмкін тұлғаның екі жүзділік мәселесі шығар. Мен саған дәл қазір нақты ештеңе айта алмаймын. Ауық немесе шынары амнезия болуы әбден мүмкін. Бұндай жағдайларда адам өмірінің бірнеше күндерін тіпті адамдарды ұмытып қалуы мүмкін. Дәл қазір ұмытқаныңның бәрін есіңе түсір. Басталған күннен бастап бәрі. Жунже, бәрі жақсы ма? Сен не көрдің? Есіңе түсіре алдың ба? Профессор. Иә, Жунже. Не көргеніңді маған айтып бер, қане? Профессор, сіз маған бұрында гипноз арқылы бейсанада жасалған нәрселерді еске түсіруге болады, бірақ кей уақыттарда ол естеліктер жалған болуы мүмкін деп айтып едіңіз ғой. Иә, дәл солай. Менің ойымша, көргенім жалған естелік. Әйтпесе, көңілге қонбайтын нәрсе. Көңілге қонбайды. Керемет деген ойының осы ма? Сонда осындай ойынды қазір бәрі ойнап жүр ме? Жунже? Сен бір жаққа жиналдың ба? Иә. Жарайды. Маған білудің қажеті жоқ. Жолың болсын. Жақсы. Бірақ бүгіннен бастап біздің үйде коменданттық сағат басталады. Коменданттық сағат дейсің бе? Иә, бүгіннен бастап. Сағат нешеден бастап? Кешкі сағат 8-ден бастап. Сағат 8 болғанша үйге қайтып келетін бол. Жақсы ма? Ей, сағат 7:30 болды ғой? Дәл солай. Сағат 8-ге дейін үйге қайтып келу қажет. Ей, Сеул қаласында ол жарты сағат ішінде қайда барып үлгереді? Оған үйден шықпай отыр деп кім айтып отыр? Кете бер. Кіммен кездесейін деп жүргенің маған қызық емес. Қай жігітпен кездесуге бара жатқаның маған... Жоқ, сен жігітпен кездесуге бара жатырсың ба, жоқ па, мен білмеймін. Қысқасын айтқанда, кіммен кездесуге бара жатсаң да, сағат кешкі 8-ге дейін үйге қайтып келетін бол. Егер жақтырмасаң, бұл үйден кете бер. Мынау не кітап өзі? 7-ші деңгейдегі мемлекет қызметкер дей ме? Мемлекеттік қызметке тұрма қойың бар ма? Сенің есің ауысқан ба? Біздің жұмысымызға пайдасы тиме деп сатып алған болатынмын. Олар немен айналысатын жайлы білгім келген. Жай ғана қызығушылық. Жаңа бағыттарды қарастырып жүргем. Кетпейтін болдың ба? Жоқ, ешқайда бармайым. Ертең кездесермін. Солай ма? Жарайды онда. Мұнаға не болған өзі? Сонымен біздің Чон түн ортасында қайда бармақ еді? Ақша тауып келейін деген ой болған. Жұмысқа тұрайын деп пең? Жоқ. Мен мынаны ақшаға ауыстырып келейін дегем. Барлық ақшаны Жунжеге берем. Бұл не нәрсе? Ей... Мынау... Бұны қайдан алдың? Бейнеті көп еңбекпен табылған нәрсе. Үнжуімен төлейтін бұл қандай жұмыс өзі? Сен бір сыры белгісіз адам екенсің. Сені шындықты айт бағдарламасын алып бару керек. Біреуін алсам бола ма? Жоқ. Жарайды. Тағы да бір рет көрейінші. Мәссаған не деген үлкен үй. Мен дәмді күріш дайындауды аяқтадым. Солай ма? Расында да пісіріп қойдың ба? Жарайсың. Күрішчон. Сен чимчон емессің, сен күрішчонсың.
бір жерің ауырып тұрма? Менің неліктен теңіз құтқарушысы болып жұмыс істеп жүргенімді білесің бе? Жоқ, білмеймін, не себепті? Мен метроның қасында орналасқан 100 шаршы метрлік пәтерді жалдап тұрамын. Кедей емеспін. Үлкен 2 метрлік төсегім де бар. Неліктен осы жерде жүргенімді білесің бе? Неліктен? Менің жүрегім шегіне жетейін деп қалды. Өмірімді сақтап қалу үшін күн сайын бірнеше сағат суда болуым қажет. Алайда бәрібір менің жүрегім бір күні тоқтап қалуы мүмкін. Енді не істемек ойың бар? Басқа амал жоқ па? Бар. Сүйген адам маған қайтып келу керек. Бірақ ол мүмкін емес нәрсе. Ол басқа біреуге күйеуге шығып кеткен. Олай болса тезірек теңізге қайтпайсың ба? Мұнда не істеп жүрсің? Айтып тұрғаның қараш. Теңізге қайтпай сен өзің мұнда не істеп жүрсің? Өмірін құтқарып қаламын деп өзіңнің кім екеніңді көрсеткеннен кейін естелігін өшіруге тура келді. Енді соның бәрін естелік ретінде сақтап, неге теңізге қайта оралмадың? Ұмытылған уәдеңді орындау үшін келгеніңді кім біліп түсіне алады? Осынша қиындықты басыңнан өткерудің не қажеті бар? Сені мазақ етіп жүргеніне де шыдап жүрсің. Бір күні ол да сені сүйер деп армандап шыдап жүрсің ғой. Онсыз қалай өмір сүре алам? Мен оны сағынамын ғой. Дәл осы себепті мен күн сайын ажалыма жақындатып алдым. Қазір суға қайтқанның өзінде де менің өмірімнің мәні жоқ. Осы жерде өлем бе, әлде суда мәнсіз өмірімді жалғастырам ба? Маған енді бәрібір. Қара дорба. Иә. Арқан балық ұрық шашу үшін туған жеріне жол іздеп таба алады. Ал су перілері өзінің шынайы махаббатын табу үшін жерге шығады. Бұл сезімнен арылғанды қалаймын. Келесі өмірімде адам болып туғанды қалаймын. Әйел құмар еркек болып өмір сүрер едім. Тек бірақ адамға арналған жүректің иесі болу өте қиын екен. Менің жүрегім қаншалықты шыдай алады? Білмеймін. Менің сүйген адамым мен тастап кеткеніне 2 ай уақыт болды. Менің тәжірибеме сүйене отырып санап көрерсің. Маған аянышпен қарамай қойшы. Бұның бәрі сенің де басыңнан өтер. Қара дорба. Соңғы жағдайдан кейін көп уақыт өткен жоқ қой, қайтып келмейді деп ойлаймын. Ақмақ, міндетті түрде қайтып келеді. Менің ойымша ол бір нәрсе іздеп жүр. Қайтып келу қажет. Ол ақмақ емес қой, қайтып келмейді. Зәремді ұшырды ғой. Жонанду. Аға, бұл Жунже ғой. Өтінем, қолыңыз бос болған кезде маған хабарласыңыз. Көтеріңіз. Мен бе? Темекі тұқылын жерге тастаудың қажеті жоқ. Маған бәрібір.
Көтер. Аға, бұл Жунже ғой. Өтінем, қолыңыз бос болған кезде маған хабарласыңыз. Жіберу. Менің жүрегім қаншалықты шыдай алады? Білмеймін. Менің сүйген адам мен тастап кеткеніне 2 ай уақыт болды. Менің тәжірибеме сүйене отырып санап көрерсің. Маған аянышпен қарамай қойшы. Бұның барлығы сенің де басыңнан өтер. Қашан қолың бос болады? Сенің әкеңе қатысты бір мәселе жайлы сөйлесуіміз қажет. Иә, ертең кешке қолым бос болады. Аға, сіздің қалыңыз жақсы ма? Айтыңызшы. Иә, бәрі жақсы. Ертең кездесеміз. Қай жерде кездесетіміз жайлы ертең жазып жіберемін. Жақсы. Жунже, ұйықтап қалдың ба? Не болды? Сенің қасыңа түссем бола ма? Болмайды. Не болды? Саған қояр сұрағым бар еді. Сұра. Сен мені қашан жақсы көресің? Не? Мені ұнатпайтының жайлы білем, бірақ... Мүмкіндік пе? Иә, мүмкіндік. Мүмкін бе? Маған ғашық болып қалуың мүмкін бе? Неге? Мүлде мүмкін емес. Жоқ, сен олай кесіп айта алмайсың ғой. Біраз уақыт ойлануың қажет емес пе? Расында да мүмкін емес пе? Адамдарға ат қоюда дарындылығым бар екенін білмеп едім. Саған тағы да бір рет қайталаймын. Мен саған ғашық болайын деген ойым жоқ. Сені ұнатайын деген де ойым жоқ. Менің ойымша, сен маған шындықты айта алмай тұрсың. Мен естіп тұрсың ба? Саған тура айттым ғой. Біраз уақыт ойлануға берем. Құдайым-ау, сен маған ойлануға уақыт беріп отырсың ба? Мен сенімен келсем деп ойлап тұрсың ба? Ғашық болу үшін бірнеше күн жеткілікті деп ойлайсың ба? Бұл біздің өмірдегі ең күрделі нәрсе. Неге? Себебі... Мені мұқият тыңда. Ең оңайы ол басқа адамнан көңілін қалу. Сен басқа адамды ұнатып қалғаның өзінде де тез арада ол адамнан көңілін қалуы мүмкін. Адам баласы осылай жаратылған. Бір рет көңілін қалды ма болды. Басқа адамға ғашық болу өте қиын. Осыны білгейсің. Жоқ, олай емес. Неге? Мен үшін басқа адамға ғашық болу қиын нәрсе емес. Қаншалықты қарсылық көрсетуге тырыссам да, өзіммен ештеңе істей алмайым. Мен жай ғана сол адамды сүйем. Қаншалықты көңілім қалғанды қаласам да, қолымнан келмейді. Жунже, маған бір күні ғашық бола аламын деп ойласаң, маған айтшы, өтінем.
Иә, апа. Апкожондағы сауда үйіне барып келдім. Керемет азық-түлік турайтын тақтай сатып алдым. Амазонка орманнан алып келген өте сапалы ағаштан жасалған тақтай екен. Менің ойымша сіздің ас үйіңізге де қажет болатын нәрсе. Иә, осы аптаның аяғында сізге де алып келем. Иә. Қайырлы түн, апа. Иә, қайырлы түн. Жақсы жатып, жайлы тұрыңыз. Сіздің қабілетіңізге таңғалам. Менің анама жағу қиынның қиыны, ал сіз болсаңыз анамның көңілінен шығуды білесіз. Саған бір кеңес берсем қарсы болмайсың ба? Ер адамның жүрегін жаулап алудың қыр-сырын саған үйретейін бе? Ер адам өзінің анасымен жақсы қарым-қатынаста бола алмаған әйел адам үшін ештеңе де істемейді. Солай ма? Өзіңнің ағаңа қарасаңшы, қаншама жыл анасына жағатын қыз деп таба алмай жүрген. Мен оның анасымен жақсы тіл табыса алып едім, басқаларды қойып маған үйленді. Тамақ апарып жүрген жігіттің жүрегін жаулап алғанды қаласаң, бірінші кезекте оның анасын жүрегін жаулап алуың қажет. Міне менің бар айтайын дегенім осы. Онда бірақ ол өзінің отбасы жайлы маған ештеңе де айтпайды. Анасы жайлы да ештеңе білмеймін. Ол қай жерде тұрады? Оның анасы Каңнамда тұрса, ол кісінің қай дүкенге баратыны жайлы біліп бере алам. Мүмкін одан ақырын ғана сұрап көрермін. Бір мас айтып алсаң, бар шындықты біле аласың. Бұл мен ішетін кофе емес қой. Иә, ол кофе бітіп қалған. Мен сізге қанша рет айтам, дұрыс қуырылған кофеден басқа кофе іше алмаймын деп. Жарайды, келесі жол дүкенге барған кезде көбірек сатып алып қоям. Дегенмен, сіз шетелде қуырылған кофеге сый құрмет көрсетпес бұрын, бір үйде тұратын мына қызметші маған да сый құрмет көрсетсеңіз болар еді ғой. Сіз маған ақыл айтып тұрсыз ба? Сізге ақыл айтып тұрған жоқпын. Бірақ менің сөзіме құлақ сала алсаңыз, сізге риза болар едім. Жеңге, мына елге не болған? Ол өзі сондай адам. Көңіл бөлмей-ақ қой. Ұмытпа, анасы кім екенін біліп ал да, анасымен дос болып ал. Сенің басыңда тек осы ой ғана болуы қажет. Жунженің анасы? Жунже өзінің ата-анасы жайлы ештеңе айтпайды, бірақ олар жайлы сен бірдеңе білуің қажет қой. Егер саған ата-анасы кім екенін айтып берсем, ол маған ренжіп қалады ғой? Солай ма? Жарайды. Онда маған бір нәрсені айтшы. Не? Бірнеше күн бұрын Жунже сенің жұмысыңа келді ғой? Иә. Қандай шаруамен келді? Ағаш тақтайларда жазылған құжаттар жайлы сұрап келді. Тағы да? Басқа? Басқа? Мен оған мынаны көрсеттім. Мә саған, мынау тағы не? Су перісі ме? Қандай әдемі сурет? Бұл Дамрионың құмырасы ма? Иә. Бұл не сонда? Ана нәрсеге қатысы бар. Бұның кездейсоқ болуы мүмкін емес. Мен саған бәрін айтып бердім. Енді сен маған Жунженің анасы жайлы айтып бер. Бар білерім, Жунже 10 жаста болған кезде анасын жоғалтып алған. Анасы жоғалтып алған дейсің бе? Солай сияқты, анасы тастап қай жерге кетіп қалған білмеймін. Ол кісі із-түзсіз жоғалды. Біз ол жайлы ешқандай мәлімет таба алмадық. Мен ол кісіні іздеп табуым қажет. Анашым, қайда жүрсіз? Ол кісі екеуміз жақсы дос болатын едік. Мырза, бүгін кешке кездесуім қажет. Өсиетнама мәселесі жайлы сөйлесейік. Иә. Егжей-тегжейін толықтырып, материалды түрде куәландырып қояйық. Әрине, олай істеуге болады. Жақсы, кездескенше.
Өсиетнамасын бүгін нотариалды түрде куәландырам дейді. Менің ойымша ол бар байлығын Хожунжеге мұраға қалдырмақ ойы бар ау деймін. Қайда асығып жүр екен? Чашия, сенімен сөйлесуім қажет. Жарайды, сендер сөйлесе беріңдер, менің баратын жерім көп. Сау болыңдар. Не жайлы? Бір нәрсе менің мазамды алып жүр. Бұл жерде ер адамның жүрегін жаулап алу үшін не істеу қажет? Білесің бе? Оны мен қайдан білемін? Сен білесің. Хожунжені көре салысымен шашыңды бұлай түзей бастайсың. Шай ішкен кезде бұлай сызылып ішесің. Сен бәрін білесің, айтшы. Мен не істеуім қажет? Не сұрап тұрсың өзі? Әлдене мен ұрсайын деп тұрғаның ба? Солай ма? Жай ғана сұрап тұрмын, менің уақытым аз. Неге уақытың аз? Мен Хожунженің жүрегін жаулап алуым қажет, уақытым жоқ. Солай ма? Жунженің сыры қиын емес. Рас па? Әрине. Жунже ол адамды жиі көргенді ұнатпайды. Қасында жүрген адамды жиі көрмесе, ол сол адамды сағынып, өзі кездесуге ұмтылады. Мысалы айтқанда, егер сен күн сайын оның көз алдында жүре берсең, ол саған көңіл бөлмейді. Турасын айтқанда іші пысады. Солай ма? Өтірік. Не? Сен осының барлығын айтқан кезде менің көзіме қарамайсың. Құлағыңмен мұрныңды ұстай бересің. Бұл әлемде адамдардың бәрі аузын аша салысымен өтірік айтатынын білем. Чашия, сенімен қалай сөйлесу кереккен мен жақсы білем. Сен айтқан сөздеріңді тыңдамай, бәрін керісінше істеуім қажет. Әй, құдайым-ау, мынау нағыз түлкі ғой. Өтірік аңқау болып көрінгісі келіп жүрген екен ғой. Оңбаған. Саған не болды? Жунже, қайда барасың? Кітапханаға. Қандай кітапхана? Ол жерде адамдар кітап оқиды. Не болды саған? Саған бүгін не болған? Неменеге жабысып қалдың? Менің жоспарымды біліп қойдың ба? Қайдағы жоспар? Бір күн ішінде қандай жоспар ойлап таптың? Түсінікті, уақыты келген жоқ. Жарайды, саған тағы да біраз уақыт берем. Мазамды алмаш, сен үйде қаласың. Мұна қызды ма? Намду қайда? Ол кетіп қалды. Рас па? Кетіп қалды ма? Тео, сен неге отырсың? Қыдырып келмейсің бе? Жоқ, мен бүгін үйде боламын. Солай ма? Үйде. Жарайды, біздің арамызда. Біздің арамызда кітапханаға бару қажет адам, ол сенсің. Білесің бе? Солай ма? Иә, менің ойымша, сенің білімің әлде жеткіліксіз. Әрине, менің білімім мүлде аз. Жақсы, онда менің басқа малым жоқ. Жарайды, кітапханаға бірге барайық. Керемет. Жабыспашы. Сен киініп кел, мен сені осында күтем. Тез. Тездет. Сен осында отыр, өзіңе ұнаған бір кітапты таңдап ал да оқы. Мен де өзіме қажет кітапты іздеп келем. Жунже. Бұл жерде қатты сөйлеуге болмайды. Неге? Адамдар кітап оқып отыр. Маған кітапхана қатты ұнап қалды. Неге? Сенімен осылай сыбырласып сөйлесе алам. Сенімен сыбырласқанды жақсы көрем.
мынау не тағы да? Кітапханада хат жазысып танысатын болған ба? Кешіріңіз, кітапханада шулауға болмайды. Қажет болса сыртқа шығып сөйлесіңіздер. Не болды? Не деп жазылып тұр? Мен оған қатты ұнап қалыппын. Менімен танысқысы келеді екен. Ей! Ей! Ким Данрён. Сонжо билігіндегі 5-ші жыл. Емшем. 1572 жылы дүниеге келген. Білім уәзірінің қызы Сонген Сонға үйленген. Үйленген соң 1 жыл өтісімен әйелі өкпе ауруынан қайтыс болған. Әйелі қайтыс болғаннан кейін 2-ші рет үйленбеген. Мусул жылында биліктегі 31-ші жылдың көктемінде Канвандо аумағында Хэпкоко қаласының басшысы ретінде тағайындалған. Сол жылы 11-ші наурызда 27 жасында қайтыс болған. Жаман түс көрдіңіз бе? Соңғы кездер күнде жаман түс көретін болып жүрмін. Ұйықтауға да қорқатын болдым. Қайсы түс, қайсы өңім екенін ажырата алмаймын. Әбден қажыдым. Шамасы сіздің денсаулығыңыз әлсіреген болар. Солай сияқты. Мусул жылында биліктегі 31-ші жылының көктемінде Канвандо аумағының Хэпкоко қаласының басшысы ретінде тағайындалған. Сол жылы 21-ші наурызда 27 жасында қайтыс болған. 3-ші айдың ортасына дейін қанша күн қалды, білмейсіз бе? Бүгінгі күннен бастап санасақ әлі 10 күн уақыт бар. 10 күн. 10 күн. Мырза, кешіріңіз. Бірақ мен мына елді емдеу барысында ол мүлде ерекше адам екенін байқап қалдым. Егер адамдардың айтып жүргендері рас болса, онда мына әйел адам су перісіне ұқсайды. Менің ойымша, ол құрғақ жерде жүргенде жарақаттарын толықтай жаза алмайды. Соны ескеріңіз. Солай ма? Енді біз не істей аламыз? Біз оны тездетіп теңізге жеткізуіміз қажет. Менің ойымша, теңізге жеткізсек өмірін аман алып қала аламыз. Неге ерте қайтыс болды екен? Менің жасымда қайтыс болыпты. Анаша, мен зат тауып алдым. Ханзаданың көзіне соңғы рет қараумен болды. Кемеден теңізге секіріп, өне бойы суға батқанын сезіне бастады. Уайымдамаңыз. Көп замай жазылып кетер. Рахмет, балам. Шынымды айтсам, қанша ойласам да ақылға қонбайды. Мырза ішіп алып рөлге отыратын адам емес қой. Мен де солай ойлаймын. Көліктегі тіркеуіш құрал жөндеуге жарамай ма екен? Иә, жөнделмейді деп айтты. Ұялы телефонды таба алмадыңыз ба? Телефонды мен өз атыма сатып алған болатынмын. Кімге қоңырау шалғаны жайлы есептемені шығарып қойғам, бірақ көлік апатына дейін күдікті ештеңе болмады. Мен мына қағазды алсам бола ма? Мен де тексеріп көрейін. Сұрастырып көресіз бе? Иә, менің прокуратура мен полицияда жақсы достарым жұмыс істейді, солардан сұрастырып көрейін. Үлкен рахмет. Ханым түйме дейді, түйеде етпе деп айтып еді. Нақтысын сұрастыра алатын таныстарым да жоқ. Көп уайымдай бермеңіз. Рахмет, балам. Жунжи, сағат кешкі 7-де Енімдон көшесі 29-21-де кездесеміз. Сені сол жерде күтемін. Жүр, мен сені үйге дейін жеткізіп салайын. Қажеті жоқ, мен досыммен кездесуге барам. Кіммен? Әлгі мемлекет қызметінде жұмыс істейтін жігітпен бе? Коменданттық сағат жайлы ұмытушы болма. Тезірек үйге қайт.
егер 8-ден кешіксең үйге келмей ақ қой. Сағат 8-ден кешікпе, ұқтың ба? Жаным, Сүйіктім, сен мұнда не істеп жүрсің? жақын жерде бір шаруаларыммен жүрген едім. Сенімен бірге ас ішуге келдім. Әрине, егер сенің қолың бос болса. Солай ма? Не істесем екен, кездесуім бар еді. Солай ма? Кіммен? Жаңа жылдың басталуын орай сауық кешіне барам. Түсінікті. Жарайды онда, алдын ала келісіп қоюымыз қажет еді. Кешір. Иә, кеңседен шығайын деп жатырмын. Мырза, кешіріңіз, отбасымда кезек күттірмейтін шаруа шығып қалды. Кездесуімізді басқа күнге ауыстырсақ, қарсы болмайсыз ба? Өтінем сізден. Жарай, түсінем. Жақсы. Енді екеуміз бірге тамақ шалатын сияқтымыз. Кездесу ауысты. Рас па? Жақсақ болды. Жаным, мүмкін жиһенді шақырып, отбасымызбен бас қосып, кешкі ас ішерміз. Әрине. Сәлеметсіз бе? Ю Жунху осында ма? Мен оның құрбысымын. Сіз кімхе жиын боласыз ба? Жоқ, менің атым Шимшони. Түсінікті. Не болды? Әлі келген жоқ па? Қалай айтсам екен? Кешіріңіз, сіз бе қоңырау шалған? Менің атам Ким Хе Жин. Иә, мен қоңырау шалғам. Жунхуға бірдеңе болып қалды ма? Сіз ол қайтыс болды деп айттыңыз ғой. Не болды? Кешіріңіз. Менің ойымша ол өзіне бірдеңе боларын сезді ме деймін. Әйтеуір сөресінде мына затпен сіздің нөміріңізді қалдырып кетіпті. Алғызылын жу дейсің бе? Қуаныштан жылаған кезде пайда болатын ба? Дәл солай. Бұл әлемде өмір сүре бастасаң, қуаныштан жылау қиынға түсе бастайды. Мен өзім бұл әлемде бір ғана рет қуаныштан жыладым. Иә. Ол бұл әлемде бір-ақ рет қуаныштан жыладым деп айтқан еді. Сіздің қасыңызда өзім бақытты сезініп, жылап жібердім деп айтқан. Сіздің қасыңызда сезінген бар бақытты кездерін осы жерде қалдырғысы келген екен ғой. Осы жерде. Шындықты білетін, басқа да адам бар екенін білмеп едім. Мен үшін ол сыры түсініксіз, сиқырлы кітап сияқты болған еді. Шындықты білген кезде кетіп қалдыңыз ба? Құпия адамның мінезін қатты өзгертеді екен. Ішінде жатқан сырларымды басқа біреудің біліп қойған қаламайсың. Сол себепті жасырған құпияң беті ашылған кезде бірінші кезекте жақындарыңның жүрегіне ауыр тиеді. Бір жақ емес, екі жақта қиналады. Бәрімізге ауыр тиеді. Екі жақта қиналады. Сендер басқасыңдар. Бұны ұмыту мүмкін емес. Жалғыз махаббаттың көмегімен ғана бірге болу мүмкін деп ойлайсыз ба? Жунху сізді кездестіргеніне еш өкінбеймін деп айтқан еді. Оның жүрегі тек бір адам үшін ғана соғады. Сол жүрек тоқтап қаларын білсе де, ол адамнан бас тартқысы келмейтінін айтты. Осы жерге келіп сізді кездестіргеніне ол еш өкінбейді. Шындықты біліп қойған кезде естеліктерді неге өшірмегені жайлы сұраған еді. Сол кезде бірге болған бақытты естеліктерді өшіруге дәтім бармады деп жауап берді. Осы естеліктің бәрі сіздің ойыңызда қалып, бақытты өмір сүруге көмектеседі деп үміттенген еді. Мен үйіме қайтайын.
Мынау кім тағы да? Сіз кімсіз? Сіз расында да полиция қызметкерісіз бе? Құдайым-ай. Я, не болды? Хожунже. Не болып қалды? Даусыңа не болған? Ауырып қалдың ба? Иә, ауырып қалған сияқтымын. Сен қайдасың? Чоны, сен қайдасың? Үйдесің бе? Бұл жерде не істеп жүрсің? Еш қайда кетпе, мен қазір келем. Бұл сен бе? Менің артымнан аңдып жүрген. Өтірік полиция қызметкері болып келген. Сен емессің бе? Телефонның иесі қайда? Оның телефоны сізде не істеп жүр? Көп сұрақ қойып кеттің ғой. Менің сұрағыма жауап бер. Сен мен көп сөйлескенді қаламайым. Басқа да жұмыстарым бар. Мені біреу күтіп отыр. Кетуім керек. Сен ешқайда бармайсың.
Иә, мекен-жай Еніндон. 21-21. Иә, салынып бітпеген ғимарат. Жарты сағат ішінде келе аласың ба? Жоқ, ештеңе. Ішім бірдеңе боларын сезіп тұр. Полицияға хабарласайын ба? Иә, хабарлас. Мені қосып түрмеге қамап салсын. Егер күмәнің болса, бармай-ақ қойсаңшы. Таксиге хабарлас. Олар полициядан тезірек жетеді. Оларға келген кезде дабыл соқсын деп айт. Мен шығам. Көліктен шығыңдар. Ақшаларыңды төлейм. Хан өзеніне тездетіп жеткізіп салатын жүргізушіге 10 есе көп ақша төлейм. Менің көлігіме отырыңыз. Жүргізуші, тезірек жүріңізші. Жақсы. Тағы да телефон өшіп қалған ба? Өтінем, тездетіңіз. Ол қатты ауырып отыр. Жападан жалғыз. Сіздің де жағдайыңыз онша емес сияқты ғой. Тездетіңіз. Сол адамның жүрегін ауыртып жүргеніңізді біле тұра тек жақсы көрудің арқасында бақытты боламыз деп ойлайсыз ба? Біз екеуміз расында да бірге бола алмаймыз ба? Дала суық екен. Тағы да қайда кетіп қалды? Мүмкіндігің бар, тезірек теңізге қайт. Әйтпесе, тым кеш болып кетеді. Тым кеш болып кеткенше қайтқаным жөн бе? Қайда бармақшысың? Жонше, саған не болған? Саған ше. Бір жерің ауырып тұр ма? Көшеден өтем деп тағы да көліктің астына түсіп қалуың мүмкін. Жонше, бетіңе не болды? Мен саған сұрақ қойдым. Қай жерің ауырып тұр дейін? Жонше, мен саған шындықты айта алмайм. Саған айта алмайтын құпияларым бар. Менің құпияларым сенің жүрегіңе ауыр тигенін қаламаймын. Сенің жүрегіңде жара қалдырғанды қаламайм. Сенің жүрегіңді ауыртқым келмейді. Мен де оны қаламасам, не істейсің? Мен қайтамын. Тым кеш болып кетпегенше келген жеріме қайтамын. Есіңде ме? Саған ғашық бола алсам, айт деп сұрап едің ғой. Менің жауабым қазірдің өзінде саған деген сезімім бар, сондықтан ешқайда кетпе.
Қалың қалай? Мен теңізге қайтамын. Мен теңізге қайтсам, біз екеуміз де өмірімізді аман алып қала аламыз. Екеуміздің бірінші кездескенімізде мен жайлы барлық естеліктерді ұмытқаның дұрыс болады. Ешқашан кездеспей, өз әлемімізде өмір сүргеніміз қажет еді. Мен енді қайтып оралмайым. Сол себепті бәрін ұмытқаның жөн болады. Саған бір сұрақ қоюға рұқсат ет. Екеуміз бірінші кездескен кезде неге менің естелігімді өшірдің? Мен олай істемесем, сен қалған өміріңді қайғы қасірет көріп өмір сүруші едің. Осы жолы олай істеудің қажеті жоқ. Менің сен жайлы естелігімді өшірмеш. Сенің қасыңда өткізген бақытты кезеңдер менің бақытты естеліктерім. Өмір бойы сені сағынып өтсем де, барынша есімде сақтауға тырысам. Сегізінші бөлімнің соңы. Фильм «Шахар» телерадио кешенінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды.